Top Stars for Kazakhstan Students Book, Grade 3. Hello everyone, сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз page 56, 57, 58, 59. Lesson 1, My Free Time. Let's start. Exercise 1, listen, point and say. Dance, билеу, talk, сөйлесу, fly, ұшу, bird, құс, dog, eat, elephant, pill. Мына жаңа сөздерді тыңдап қайталаймыз. Dance, talk, fly, bird, dog, elephant. Exercise 2, listen and read. Amazing animals. Екінші жаттығуда тыңдап және оқимыз. Керемет жануарлар. This is a cat and a dog. They are best friends. They can dance. The second. This is an elephant. It can swim. It can dance too. The third. This is a bird. It can't swim. It can fly and talk too. Біріншісі, this is a cat and a dog. Мынау ит және мысық. Олар жақсы достар. Олар билей алады. Екіншісі, this is an elephant. Мынау піл. Ол жүзе алады және билей алады. The third, this is a bird. Мынау құс. Ол жүзе алмайды. Ол ұша алады және сөйлей алады. Exercise 3. Read activity 2 again and tick what they can do. Екінші жаттығуға қарап, кім не жасай алады, не істей алады. Соны толықтырып жазамыз. Kitty деген мысық, Daz деген ит, пілдің аты Раджа, құстың аты Blackie. Kitty мен Daz не жасай алады? Dance, билеу, swim, жүзу, fly, ұшу, talk, сөйлесу. Kitty and Daz dance. Danceға галочка қоямыз, е? Яғни мысық пен ит билей алады. Раджа can swim and dance. Раджа билей алады және жүзе алады. Blackie can fly. Ол ұша алады, бірақ ол билей алмайды, жүзе алмайды. Blackie fly and talk, сөйлесе алады. Сол екі жерге галочканы қоямыз. Exercise 4, read and circle. Can деген жасай алу, can't деген жасай алмайды. First, бірінші, elephants can немесе can't fly. Пілдер ұша алмайды, can't деген қоямыз, can'ті қоймаймыз. The second, cats can talk. Мысықтар сөйлейді. The third, dogs can't swim. Иттер жүзе алмайды. The fourth, birds can fly. Құстар ұша алады. Грамматикада I, you, he, she, it, we, you, they деген есімдіктерде can swim немесе can't swim деп өзгеріссіз солай қолданады екен. Can деген жасай алу, can't жасай алмау. Can't қысқа түрде, cannot жай түрде осылай қолданады екен. Exercise 5. Look at the super animals. Read and write. Can and can't. They play a guessing game. Бесінші жаттығуда мына супер жануарларға қарап, can немесе can't етістіктерді қойып шығамыз. Мына суретке қараңыздаршы, супер дог не жасай алады екен? Dance билей алады, swim жүзе алады, talk сөйлей алмайды, fly ұша алмайды. The first super dog can't talk деп қоямыз, can't. The second super cat can't swim. Мысқа қараймыз, минус тұр, сол жерге can't swim деп қояды екенбіз. The third super elephant can fly. Ұша алады екен, The fourth super bird can't dance. Билей алмайды екен. Сосын guessing game'ді ойнау керек, тауып ал. Бұл кім екен?
ойнап көрейік. It can dance, it can fly, it can talk. Ол жүзе алады, ол ұша алады, ол сөйлей алады. Ол кім? Ол super cat. Yes. Осы сияқты өздеріңіз ойнасаңдар болады. Lesson 2. Best friends, my toys and sports I like. Менің ойыншықтарым және спорт. Мен жақсы көретін спорт туралы тақырыптарды өтетін боламыз. Exercise 1. Listen, point and say. Жаңа сөздерді таңдап, қайталаймыз. Beach, жағажай. Go sailing, жүзуге бару. Go windsurfing, windsurfingке бару. Go skiing, шаңғы тебуге бару. Go snowboarding, snowboard тебу. Beach. Go sailing. Go windsurfing. Go skiing. Go snowboarding. Exercise 2. Look at the pictures and answer. What do the children and the Zippy like doing? Then listen and read. Мына суреттерге қарап, жауап береміз. Балалар және Zippy не жасауды ұнайды екен? Не жасаған ұнайды екен? Тыңдап, оқимыз. Бірінші суретте, first, look at this beach. Yes, it's great. Мына жағажайды қарашы. Өте керемет. Let's go sailing. Yes, I like windsurfing. Кеттік. Жүзуге қайықпен барып келейік. Маған windsurfing ұнайды. The third, I like swimming. Hey, what's that? Маған жүзу ұнайды. Мынау не? Who are you? Сен кімсің? I'm Zubi. Мен Зубимін. Come with me, my friends. Жүр кеттік менімен бірге. Келесі бет 59 бет. Exercise 3. Look up the words in the dictionary and find their meanings. Great with деген сөздерді тауып, сөздіктен тауып, мағынасын іздеп табамыз, Great деген мағынасы қалай болады екен? Great ол тамаша, керемет, күшті деп аударылады, Great with деп егер бірге келсе, екеуі, яғни үйлеседі, бір-бірімен қатты жарасады деген сияқты great with деп айтуға болады негізі. Мысалға, it's great with milk. Яғни шай немен сүтпен үйлеседі деген сияқты. Exercise 4. Read activity 2 and match. Төртінші жаттығуда екінші жаттығуға қарап, бір-бірімен сәйкестендіреміз. Біріншісі B, екіншісі C, үшіншісі A болады. Grammar. Let's swim, let's go skiing. I like snowboarding. Swim, swimming. Грамматикада let's swim деген кеттік, жүзейік. Яғни давай деп аударылады, орысша айтқанда. Ing деген жалғау, яғни let's go skiing деп айтқан кезде арасында go айтады екен, Let's go skiing. Кеттік біз шаңғы тебуге барайық. Snowboard тебу маған ұнайды. Swim деген жүзу, swimming. I like swimming, маған жүзу ұнайды. Жүзу. Swimming деген зат есімде де қолданады, және етістік ретінде де қолдана береді. Exercise 5. Listen and the number. What do they like doing? Бесінші жаттығуда тыңдалымды тыңдап, 1-тен 4-ке дейін белгілеп кетеміз. Тыңдалымда skiing, snowboarding, go sailing, windsurfing деген сөздер кездеседі, соны белгілеп қоямыз. Exercise 6. Choose and discuss with your partner. Then write. 6-шы жаттығуда 2 тақырып берілген, сол тақырыптардың біреуін таңдайтын боламыз. Өздерін достарымен сөйлесіп жазамыз. Palm tree beach, ice mountain. Екеуін біреуін таңдаймыз. Мысалға, I like palm tree beach. I like swimming. I like sailing, windsurfing. Немесе I like ice mountain. I like playing in the snow. I like snowboarding and skiing. Ал балалар, сабақ аяқталды. The lesson is over. Сабақ ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздер қай тақырыпқа келдіңіздер? Goodbye. Bye bye. See you soon.